Балалар тілді тез үйренеді деп жатады. Яғни бала кезіңде тілді үйреніп алуың керек. Бала кезде үйренбесең бітті кетті, ары қарай енді ол тіл миыңа еш қонбайды деген сияқты әңгімелер айтылады. Бұл бір иллюзия негізі. Ғылымға сүйенсек, тілді үйренетін икем адам есейген сайын азаяды дегенге еш дәлел жоқ. Бірақ неге олай көрінуі мүмкін екенінің қисынды түсіндірмесі бар. Балалар тілді табиғи жолмен үйренеді. Яғни оқулықтан, мектептен, мұғалімнен емес, айналасынан үйренеді. Яғни ата-анасынан, отбасынан, достарынан үйренеді. Олар қателеспейді емес, балалар қателеседі. Олар көп қателеседі. Бірақ балалар және жалпы үлкендер де балалардың тіліндегі қателікке көп мән бермейді. Яғни бала тілі бал деген сөздер де бар мысалы. Бала қате сөйлеп қойса, немесе сөзін дұрыс байланыстырмай тұрса, біз оған сауатсыз, сен не деп айтып отырсың деген сияқты айтпаймыз. Біз оның балалық қылығына сүйсінеміз, күлеміз. Және күлгенде мысқылдап емес, әрине, сүйсініп күлеміз. Балалардың өздері де қатесіне көп мән бермейді. Оларға кейде тіпті негізі дұрысы былай болады, былай емес, алай десең, олар ол жерде қисын көрмей, керісінше сізбен дауласуы да мүмкін. Жоқ, ол олай емес, ол былай. Міне мына сөзде былай ғой, сол себепті мен оны былай айтуым керек деген сияқты. Әрқайсымыздың үйімізде іні қарындастарымыз немесе балаларымыз бар болса, сондай әңгімелер бар болуы мүмкін. Соларды ортаға салсаңыздар болады пікірлерде, төменде. Ондайды оқыған өте қызық. Есесіне ересек адамдар тіл үйреніп жүргенде әр қатесін байқайды. Қап, мен мына жерде тағы да қателестім, тағы да шатастым деп сол қателігіне мән береді. Енді бір жағынан ересек адамның шаруасы көп, бос уақыты аз. Яғни оның басқа істері бар. Ол күні бойы тілді үйреніп жүре алмайды. Менің інім мысалы таза қазақша ортада өскен, үйде мүлде орысша сөйлемейміз. Бірақ соның өзінде біраз жасқа шейін, 10 жасқа шейін ба, 11 жасқа шейін ба, тәуелдік жалғауларды біртүрлі жалғайтын. Мысалы, менің апатайым, яғни әпкем, старшая сестра, тәтем, соның бөлмесі бар. Бір зат сол бөлмеде жатқан болса, және інімнен сіз ол қайда деп сұрар болсаңыз, ол апатайымның бөлмеде деп айтар еді. Және ол одан еш қысылмайтын. Бірнеше рет қайталап сұрасаңыз, бірнеше рет дәл солай қайталап айтатын. Апатайымның бөлмеде, апатайымның бөлмеде деп. Басқа ешқандай оның тілінде сондай бір қателер бола қоймады. Жалпы қазақша сөйлейді, қазақшаға тілі келеді, еш қиналмайды, ойын жеткізе алады, сөйлемдерді құра алады. Бірақ сол бір тұстан сөйтіп қызық бір қателік жасайтын біраз жасқа шейін. Менің өзім ұялсам да мойындайын, кішкентай кезімнен әдеміше келген келіншек деген сөзді еститінмін. Мысалы бір кезекте тұрғанда, немесе біреуді еске түсіре алмай отырғанда, ата-анам мысалы айтуы мүмкін, кім еді ол Майра деген, немесе кім еді ол Айгүл деген, анау әдеміше келген келіншек пе еді деген сияқты қолданылатын бір тіркес. Мен сол сөздің әдеміше келген деген тіркес екенін жақында ғана түсіндім. Мен оны кішкентай кезімнен әдемі шегілген деген тұрақты тіркес деп ойлап жүрдім. Сапар шегу, жапа шегу, тартыну деген мағынада шегіну деген сөз бар, яғни кейін шегіну. Сол мысалдардың бірі деп ойлап, білмеймін, әдемі шегілген деген сөз бар деп ойлап жүрдім. Сөйтсе жақында ойланып қарасам, былай уахи түсіп жоғарыдан ол сөздің әдеміше келген екенін түсіндім. Ересектер қаласа тілді үйрене алады, тез үйрене алады. Оған ешқандай биологиялық тосқауыл жоқ. Көбіне әлеуметтік, сол тіршілік, шаруа деген тосқауылдар бар. Ересек адамда тілді тез үйрене алатынның бір дәлелі менің ойымша Қазақстандағы бірталай саясаткер. Кезінде қазақша екі сөздің басын қоса алмайтын бірталай саясаткер жылдар өтті. Қазір қазақша сұхбат береді, қазақша еркін сөйлейді. Ылғи қазақша сөйлеп келген адамдардай көрінеді. Әрине бұрын қазақша білмеген саясаткердің бәрі қазақша күшті меңгеріп алдым деп мақтана алмайды. Қазақ тілін ұзақ уақыт үйреніп жүріп, әлі де қиналатындар бар. Әр адамның жағдайы әртүрлі, ықыласы әртүрлі, талабы әртүрлі. Бір саясаткер жақсы, бір саясаткер өкінішке орай. Бала кезінде ғана тілді жақсы үйрене аласың деген таптаурынның бір жаманы, ол
тілді ересек кезінде үйренгісі келетін адамдар үшін демотивация сияқты. Яғни қойшы қайтем сол қазақшаны. Мен кезінде үйрене алмадым, қазір енді бәрібір ол менің миыма қонбайды ғой деп та қолын сілтейді. Ересек адамдар талаптанса, тырысса, бар күшін салса, кез келген тілді тиімді жолмен бір бабын, ебін тауып, бабын ба, ебін ба, несін табады құрсын. Ебін табатын сияқты, бабын табу деген басқа зат сияқты. Ебін тауып, ебін бар күшін салып, ебін тапса, кез келген тілді тез арада үйрене алады. Оған сан мың дәлел жоқ емес бар. 30, 40, 50-ге келіп тіл үйренем десеңіз, мархабат, іске сәт, үйреніңіз, үйренуге болады.